Assalamu alaikum, hürmetli көрермендер. Hayırlı күн. Biz Талғар қаласындағы жақын жердегі Расул демалыс орнында жүрміз. Қазір мен сіздерге Расул демалыс орнының айналасының бәрін көрсетіп өтемін. Қазір бір достымыздың туылған күнін осы жерде өткіземіз деп шақырған еді. Сол жерге келдік. Бұл жерде текке туылған күн емес, той өткізсе де болады екен. Және басқа да достармен, отбасылармен келіп демалып кететін орын екен. Осы жерде қазір мына жақтарын түсіріп өтемін. Қазір мына жағын түсіріп өтетін болсақ, осындай демалып отырып кететін орындар. Бұл жерде жаңа кіргенімізде көргенбіз. Атты прокатқа алып, осы айналаны айланып келуге 700 теңге екен. Және де мынандай достармен келгенде осындай тапшандарды алса болады. Мінекей келіп өздеріңіз сөйлесіп бәрін біліп кетсеңіздер болады. Ал мына жақтарда да мынандай тапшандар бар, отырып кететін. Мынандай киіз үйлер бар. Мынау жауып қойса да болады осылай отырғанда. Табиғаты өте күшті. Мына жерде би заказ қылсаңдар болады. Музыка билесеңдер болады. Заказ етесіздер. Музыканы осы жерде билесе болады. Бұл жерде және бір айта кететін нәрсе, егер той өткізетін болсаңыздар өте күшті өтсе керек. Неге дегенде мына жақта отыратын той үшін арналған орындар бар екен. Ал мына жерге келіп музыка заказ қылып, осы жерде билеп жүре бересіздер. Және де қонақтарыңыз айналасын айланып жүре береді. Неке тойға арналатын орындар. Неше адамға екен білмеймін, бірақ сол тойхананың өзі мінекей жазғы, мынау қысқы, мынау да жазғы. Мінекей өте керемет. Ең бір жақсы жері, қонақтарың зерікпейді. Мінекей конный прогулка 700 теңге, атпен айлану. Қазір мен соны көрсетіп өтейін. Қазір сол жерде айланатын орын көрсетіп өтіп кетейін. Мына жерде демалып отырсаңыздар болады. Ал мына жағында мінекей бассейндер бар, шомылатын болсаңыздар. Мына жерлерде демалып отырсаңыздар, әңгімелесіп, таза ауада, өте керемет орын. Мынаның ар жағында мінекей бассейн, балық ұстайтын орын. Одан кейін балық ұстауға және
балық ұстауға және атпенен айланып кетсе болады. Мінекей мына жағында мінекей балалар ойнайтын орындар. Мына жерде балық ұстайды. Балық ұстаса болады екен. Және ар жағында бақ айланып кетсеңіздер болады. Балық ұстап қонақтар келе жатыр. Осы қонақтарды түсіріп аламыз. Мінекей. Ал жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Міне осы аттарды арендаға аласыздар. Мына жағында балық ұстайсыңдар. Мына жағында шомыласыңдар. Жақсы. Мына жерде балық ұстайды ғой. Мына жерде балық ұстайды. Қармақ бересіз. Қармақты неге алады екен да? Прокатқа. Содан сол балық ұстайсыңдар, саған қуырып береді екен. Мынау істемейтін еді бұрын. Мынау істемейтін еді да бұрын. Уже істейтін болыпты уже. Не да, анау, не дейді? Шомыласың да енді. Платный болса керек бұл да, бұл по-моему. Не, мынау не? Балалар ойнайтын алаң. А? Бағасын білеміз, бізде шомыламыз, не қыса. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.